Апалы сіңлі әдемі дуэті жаңа бейнебаянның түсірілім жұмыстарына кірісіп кетті. Олардың айтуынша бұл әннің жарыққа шығуына түрткі болған баянсыз махаббат оқиғасы. Танымал әншіге ғашық болған қыздардың бірі аяқсыз қалған сезімін сөзбен жеткізе алмағандықтан әнмен әрлеуді жөн көріпті. Біздің тілшілер түсіріліп жатқан бейнебаянның басы қасына барып, қос қыздың махаббат хикаясынан хабардар болып қайтты. Бұл әннің жарыққа шығуына себеп болған сол баяғы жауапсыз сезім, мұнтаздай жүректе жатталған жылы сөздер мен ой жетегінде ұйқысыз таң аттырған түндер. Себебі құлай сүйген қыздың сезімі сарғайған сағыныштан әрі асып кете алмады. Өйткені бір болу өкінішке орай бұйырмапты. Енді қосаруда махаббаттан күдер үзіп, бар ынтасымен шығармашылыққа бет бұрған екен. Сенесің бе деп аталады. Жүректен шыққаннан жүрекке жетеді деп жатамыз ғой. Жүрегімізден шыққан ән бір жанға ғашық болып, сол жанға арнап шығарғанбыз. Қыздың сезімін әнмен жеткізу, көңілді әнмен жеткізу. Иә, біз мысалы жігітке ғашық болсақ тікелей айта алмаймыз ғой. Сол себептен әніміздің сөзінде де сондай бар. Мысалы сүйгені байқалмайтын, айта алмайтын, сезімі қандай қиын қыз баланың деген. Енді мен қыз баласы болғандықтан кейін сезімді жеткізе алмағандықтан ол бала үйленіп кетті. Үйленіп кетті, сен ғашық жігіт. Ол әнші жігіт еді, өкінішке орай. Ничего, енді басқасы кездеседі. Алла берсе, иә. Жоқ, оны негізі еш жерге айтпадым. Құпия жүрегімде. Шынымен жақсы көрді, соны осы әнмен жеткізгісі келеді. Осы әнмен сол жігіт естіп ойланар деп ойлаймыз. Танымал адам, танымал өнер адамы. Жоқ, айтпасын, қазір сен жылап қалады. Жарайды, ары қарай қазбалап, арулардың жан жарасына тұз сеппей ақ қояйық.